Қадірлі қазақ елі, армысыздар. Ұлы Абайдың 175 жылдығына байланысты қара өлеңнің шеруіне біз де үлес қосайық деп отырмыз. Білім және ғылым министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлы жіберген эстафетаны қабыл алдық. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай қазақтың байтұмары, Абай қазақтың ұлы ұстазы. Қай тақырыбын алсаңыз да, Абай өміршең, Абай ертеңгі болашаққа, қазақтың болашақ ұрпағымен бірге жүре береді. Болыс болды мінекей, бар малымды шығындап, түйеде қоматта жал, қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығымдап, күштілерім сөз айтса бас изеймін шыбындап, әлсіздің сөзін салғыртсып, шалғанын қырындап. Абай өзінің маңына ақын шәкірттер жинаған, ақындық мектеп қалыптастырған ұстаз. Сөз айттым әзіретәлі айдақарсыз, онда жоқ алтын екі сарала қыз, кәрлікті жаманда бөлінтілеп болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Көкбайға, шәкәрімге, әріпке арнап жазған сыны. Мен боламын дебеңдер, аяқ талшаң басқанға, екі көзің аларып, құр қарайсың аспанға деген екен Абай. Тақырыптарды әр алуандығы Абайдың таңғалдырады. Қыс өлеңін еске алайықшы. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық басқан жері сықырлап келіп қалды. Немесе сұр болып, түсі суық қаптайды аспан, күз болып, дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Қараша желтоқсан мен сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте біреу жай, ерте барсам жерім жеп қоям деп ықтырмамен күзеуде отырар бай. Біз баяғыда байды сараң деп келшек, жоқ, бай сараң емес, бай үнемшіл екен. Сондықтан да Абайдың өлеңдерін жаттап қана қоймайық, астарына үңілейік, тарихын біле жүрейік. Мен осы өлең эстафетасын Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің бүкіл ұжымына, студенттер қауымына, профессорлық оқытушылық құрамға жолдаймын.